Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге оңай, өте жылдам дайын болатын жұп-жұмсақ булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Балаларыңыз өте сүйіп жейтін болады. Видеоны соңына дейін қарамастан бұрын менің каналыма жазылып, колокольчикті басып кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға алдымен жылы сүтімізді, жылы суымызды, аздап тұзымызды және де бір ас қасық құмшекерімізді, сармайымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл жерде мен құмшекерді аздау салдым, себебі балаларыма тәтті көп жеуге болмайды. Ал сіздер тәтті болған қаласаңыздар, құмшекерді 100-150 граммға дейін қоса беруіңізге болады. Осыны жұмсақ етіп, осындай қатты емес, қатты жұмсақ та емес, орташа жұмсақтықта илеп алып, 1,5 сағатқа ашытып қоятын боламыз. Жылы жерге мен 20 градус пешті жағып, соған жып-жылы болып тұрған пешке салып аламын. Сонда менің қамырым 1,5 сағат емес, жарты сағатта ашитын болады. Одан кейін ашыған қамырымызды дәл осылай кішкене бөліктерге бөліп, бетін пешевоймен жауып, немесе матамен жауып, осылай көпістіп аламыз. Және де бұларды бір-бірлеп жайып шығатын боламыз. Енді осы жайылған қамырымызды дәл осы видеодағыдай кесіп алып, арасына жұмыртқаның ағын жағатын боламыз. Міне дәл осылай кесіп аласыздар. Әртүрлі ғып түйе берсеңіздер болады. Салмасына мен мейіз салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Құмшекердің өзін сүйіп қойсаңыздар да болады. Ал мен мейізді жақсы көреді балаларым. Сол үшін дәл осылай орап аласыздар. Өте әдемі, ерекше болып шығады. Міне осылай тапамызға жайғастыра беретін боламыз. Келесісін барлығын осылай бір-бірлеп жайып сала саласыздар. Өте оңай. Мен екінші түрін осылай жасадым. Бұл да өте ерекше болып шығады. Дәл осылай ұзын етіп орасаңыздар, кәдімгі дүкеннің булочкасынан асып түспесе, кем түспейді. Осылай барлығын түйіп болғаннан кейін бетін 10-15 минутқа жауып қойып, тағы да көп істетін боламыз. Одан кейін барып, жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста піскенше пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі. Мен бетіне күнжіт септім. Мак сепсеңіздер де болады, мүлдем сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Міне осылай салып аламыз. Мынау менің екінші түрлі булочкам. Әртүрлі етіп түйгенді ұнатамын. Міне біздің булочкамыз небәрі 15-20 минутта пісті. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қазақша контентке үлес қосыңыздар. Қош сау болыңыздар.